Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі шеберлік сыныпқа қош келіпсіздер. Бүгінгі шеберлік сыныбымыздың тақырыбы сөмке тігу технологиясы. Сөмке дегеніміз не? Жалпы сөмке заттарды тасымалдауға арналған, қолдан немесе иықта асылатын, жұмсақ мата немесе қатты былғары теріден жасалған бұйымды атаймыз. Сөмкелер модельдеріне қарай ерлер және әйелдер сөмкелері болып бөлінеді. Сөмкелердің жіктелу классификациясы: көлемді сөмке, трамплин сөмкесі немесе хобы, саяхат сөмкесі, спорттық сөмке, жағажай сөмкесі, белдік сөмке, сақина сөмкесі, шоппер, кроссбоди сөмкелері болып жіктеледі. Сөмке тігуге арналған материалдар: мақта матасы, жөн матасы, зығыр матасы, жасанды талшықтардан жасалған маталар, табиғи немесе жасанды былғарылар қажет болады. Ешқандай тігіссіз тігуге болатын сөмке. Бұл сөмкені тігу үшін бізге қайшы, циркуль және бау, сәнді таспа қажет болады. Диаметрін 50 см ғып қырқып, шетінен 2 см төмен түсіп, сәнді таспаны өткізу үшін 6 тесік жасап шығамыз. Сонда бізде суреттегідей сөмке дайын шығады. Қол сөмкесін келесі бейне сабақта қол сөмкесін тігеміз. Бұл қол сөмкесіне қажетті құрал жабдықтар: қайшы, ине, матаға сызатын бор, матаға тістес жіп, қатты кардон және тігін машинасы қажет болады. Матаны 100 см қылып, ұзындығын енін 40 см қылып қырқамыз. Тігіс осы қырқылған негізгі бөлшектің ішіне кіреді. 1 см немесе 0,5 см тігіске береміз. Және де ұстағыш бауы үшін бізге ұзындығы 50 см, ені 10 см-лік 2 деталь қажет болады. Және сөмкеміздің түбін қатты ұстап тұру үшін қатты кардонды қабаттайтын қаптағышқа 18 см және ені 18 см, ұзындығы 35 см-лік матадан 3 деталь қажет болады. Келесі бейне сабағымызда сөмкенің тігілу барысын қараймыз. Студенттер, бүгінгі қол сөмкесін тігуімізге бізге қажетті құралдар: таспа, сызғыш, матаға сызатын бор, қайшы және де қатты кардон, жарты метр мата қажет болады. Біз бұл заттармен матамызды жаңағы сызбада көрсетілгендей ұзындығын 100 см ғып, енін 40 см ғып матамызды пішіп аламыз. Және де 2 матаға ұстайтын ұстағыш істейміз. Ол ұзындығы 50 см болады, ал ені 10 см-ден болады. Біз барынша матаны үнемдеп, артық жерінен жаңағы керекті қосымша бөлшектерін сызып аламыз. Мінеки 10 см бізде мына жер болып тұр. 10 см, жалпы екеуін қосып астына қоссам болады. 100 см. Мына матаның өзінің клеткасы бойынша кете берсек те болады. Ол біздің ұстайтын ұстағышымыз 10 см. Мына жағынан 10 см өлшейміз. 10 см қоссақ, міне мына сызық бойынша кете беруімізге болады екен. Енді сөмкенің кардонды астындағы түбіне кардонды қаптау үшін бізге 18-де 36, ені 18, ұзындығы 36 қылып 3 бөлшек сызамыз. 18 болып тұр. Ал мынау несі 36 мына жерде екен. Біз 3 бөлшегімізді ұзына бойы сызуымызға болады. Түзу қылып қырқып аламыз. Матаны жылжытпаймыз. Екі матаны жылжытсақ, міне сызба бойынша жаңағы
қырқып алған деталіміз. Мынау біздің негізгі сөмкеміз. Мынау сөмкенің ұстайтын екі ұстағышы. Мынау астына төсейтін коробканы қаптайтын детальдарымыз. Матамыздың негізгі бөлшегінің аузын 6 сантиметр қайырып, осылай тігіп аламыз. Соңына келген уақытта бекітпе береміз. Тігісімізді бекітеміз. Артық жіптерді қырқып отырамыз. Енді матамыздың екі шетін қосып тігеміз. Теріс бетінен. Тігіске қойған уақытта 2 немесе 3 мм түзу тігіспен тігеміз. Соңында тағы бекітпе береміз. Міне матамыздың жаңа қосып тіккен жерінен 15 сантиметр сызып аламыз. 15 сантиметр. Мына жерден де 15 сантиметр. Түбіне 8 сантиметр жеткізбейміз. 8 сантиметр бізде мына жер екен. 8 сантиметр. Біз сөмкеміздің 4 қырын шығару үшін осындай сызықтар екі жағына да сызып аламыз түзу қылып. Міне енді екінші бетіне. 15 сантиметр бізде мына жер. Тағы етегіне 8 сантиметр жеткізбей. Енді осыны тігіске тігеміз. Тіккенде 1 сантиметр қырын шығарып тігеміз. Матамыздың екі шетін қосып тіккен жерімізді сөмкенің ішінде көрініп тұрмас үшін барынша сығып тігіспен тігіп жібереміз. Бекітпені міндетті түрде беріп отырамыз. Мата тігіс тіккен уақытта астыңғы матаны тартып, үстіңгісін сәл босаңқыратып тіксек, бізде матаның шеті тегіс шығады. Сөмкенің 4 қырын шығарып алдық, бізде іші осылай болады. Енді матаны қайтадан теріс бетіне аударамыз. Теріс бетіне аударып, мына тігістерді бір-біріне жатқыза, астын қосып тігеміз. Ауытқып кетпеу керек. Мынаны біз белгілеп, булавкамен қыстырып, мінекей, мына жерінен ауытқып кетпес үшін булавкамен қыстырып қоямыз. Енді түбін түзу тігіспен тігіп шығамыз. 2 немесе 3 мм түзу тігіспен тігіп.
түскенде астын тартып, үстін бос. Сөмкеміздің түбін дәл осылай үш бұрышты қылып, екі шетін де сызып аламыз и түзу тігіспен тігеміз. Міне, екеуінде осылай үш бұрышты қылып, түзу тігіспен тігіп шығамын. Сөмкеміздің төрт қырын және астын тігіп алдық. Енді бізге қажеті сөмкемізге бау тігеміз. Бау бағана 50 см ұзындықта, енін 10 см қылып қырқып алған едік. Енді осыны шеттерін қосып тігеміз. Екі бауын тігіп алдық сөмкеміздің, барлығын оң қаратып. Енді біз бауды үтікпен бір үтіктеп, мына тігісін бастырып алуымыз қажет. Және де 7 см-ден екі шетін 7 см қалдырамыз. Мына шетінен де 7 см қалдырамыз. Екі бауымыздан да 7-7 см-ден қалдырып, мінеки былайнан қосып тігіп аламыз. Бірақ мына 7 см-дің қалдырған шетіміз қалып қалады. 7 см-ден қалдыру себебіміз сөмкеге қондырған уақытта қатты қалың боп, машинканың инесін сындырмас үшін 7 см-ден қалдырып отырмыз. Енді біздің соңғы этапымыз үш бөлшекті, бағана бірде үш бөлшекті тігіп аламыз. Үш бөлшегімізді осылай қойып, екі шетінен тігеміз. Бұл біздің сөмкенің түбіне қатты кардонды жасырып тұратын қапшық. Сөмкеміздің бауын орналастырамыз. Екі шетінен 8-8 см-ден қалдырамыз. Міне былайынан белгілейміз 8 см-ді. Енді бауымызды қондырамыз. Бауды қондырған уақытта бауымыз мықты болып тұру үшін қысқып тіксек те болады. Былайынан осылай тігіп аламыз. Бірінші бауымызды бекітіп алайық. Айналдырып аламыз. Қатты кардонымызды қапшығына саламыз. Ең соңында бауы барлығы тігілгеннен кейін сөмкенің түбіне кардонды орналастырамыз. Мінеки енді біздің дайын сөмкеміз. Міне сөмке бауы, іші осындай қол сөмкесі дайын болды.